Құрметті көрермен, біз бүгін Астана қаласының нөмірі 2-ші көпбейінді ауруханасындамыз. Шынымен де денсаулықтың қадірін ауырғанда білесің дейді. Менің ойымша денсаулықтың қадірін осындай ауруханаға келгенде, әсіресе балаларды көргенде, науқасына ем іздеп жүрген балаларды және олардың ата-аналарын көргенде денсаулықтың қадірін шын түсінетін сияқтысың. Бүгін бұл жерде үлкен операция күтілуде, бірнеше операция күтілуде. Шетелден келген мамандар, яғни Ресейден, Түркиядан келген мамандар бүгін біздің балаларымызға оталар жасайтын болады. Бұл жамбас сүйегінің туа бітті және жүре пайда болған ауруларына қатысты. Біз қазір ортопедия бөлімшесіндеміз және Түркия мемлекетінен келген профессор Шенол Бекмез мырзадан сұхбат алайын деп тұрмыз. Біздің Алматыдан келген Данеля қазір дәрігердің қарауында. Шенол Бекмез мырза, қош келдіңіз. Бүгін қандай ота күтілуде және Данеляның диагнозына тоқталып өтсеңіз? Can you say about condition of patient and the diagnosis, what she has? So she has a very rare congenital condition called congenital deficiency of the thigh bone. Бұл науқаста өте сирек кездесетін жағдай, оң аяқтың сан сүйегі ортан жіліктің туа болған жетіспеушілігі және оң аяқтың ұзындығын қысқалығы. It's a very rare condition and the incidence is 1 in 100,000 live births. Өте сирек кездесетін жағдай, 100 мыңда бір рет қана кездесетін жағдай. And those very rare conditions require an extensive experience to manage. Сондай жағдай болғандықтан, өте сирек кездесетін жағдайын болғандықтан, өте күрделі отаны қажет ететін жағдай сол. Ота қанша уақытқа созылады және қандай нәтиже күтілуде? Surgery, how long it will take per average time? Yeah, so her condition needs a stage surgical treatment. That means all problems cannot be addressed with just one surgery. Айтып өткендей күрделі жағдай болғандықтан, бұл ота бір отамен бітпейді. Этапты бірнеше кезеңді отамен бітеді. Бірінші бүгін жасайтын ота келесі жағдай отаға дайындау болып табылады. Аяқтың ұзындығын теңестіру отасы кейінірек жасалынады. Бүгін соған дайындық жамбас буыны мен тізе буынында оталар жасалынады. Жақсы, ендеше Данелі дайын бекен отаға тексеріп көрсеңіз? Can you see patient? Is she ready for surgery? Міне қадірлі көрермен, көріп тұрғандарыңыздай 6 centimeters difference. Байқасаңыз, шамамен 8 сантиметрдей аяқтың ұзындығының айырмашылығы бар. Оң аяқ 8 сантиметрге қысқа. And the shortening is coming from the thigh bone. Қысқалықтың себебі ортан жіліктің қысқалығынан болып тұр, сан аймағының қысқалығынан болып тұр. And it is not only shortening, but also some problems in the hip joint as well as in the knee joint. So all must be addressed. Бұл тек қана сан аймағының ортан жіліктің қысқалығы емес, жамбас буындағы патология бар, тізе буында бар. Сондықтан барлық проблемаларды емдеу мәселесін қарастыру керек. Операцияның бұл түрі қалай аталады және әлемде қанша мемлекетте жасалады? How this the name of operations, the name of surgery? Yeah, so firstly we will make a preparative surgery which is called super hip procedure, which includes the preparation of the hip joint, knee joint and all the soft tissues and the bones to a further lengthening surgery. Жаңа айтып өткенде бірінші ота, дайындық отасы супер хип деп аталады және супер ни. Яғни супер жамбас және супер тізе буынының отасы. Жақсы, рахмет сіздерге, көп рахмет. Профессор Бекмез, сізге сәттілік тілейміз. Оталарыңыздың бәрі сәтті өтіп, балапандар жүгіріп кетсін дейміз. Жанна, сізге де Данелияға сәттілік тілейміз. Дендеріңіз сау болсын.
Қадірлі көрермен, міне байқап тұрғаныңыздай әлемнің бірнеше мемлекетінде ғана жасалатын сирек операцияларды біздің Астанада шетелдік мамандар жасайын деп жатыр. Сондықтан да біз әрине балаларға сәттілік тілейміз және біздің мемлекетімізге келіп мамандарымызбен тәжірибемен бөлісіп жатқан шетелдік мамандарға да алғыс айтамыз.